Петропавл қаласында «Время волшебства» үйлену той жобасы өз мәресіне жетті. Ақтық мәреде 7 жұп бақтарын сынады. Олардың әрбірі сайысқа ерекше дайындалған. Третий этап конкурса. Бүгін «Время волшебства» жобасының шешуші сәті. Екінші кезеңде жастар бір-біріне сезімдерін білдіреді. Бұл жерде олар тек қана бір-біріне әдемі сөздер айтып қана қоймайды, ерекше істерімен дәлелдеуі қажет. Жобаға қатысушылардың әрбірі өздерінше ерекшеленуге тырысты. Архат Барақ пен Зубайра Макенованың кездесіп жүргендеріне 8 жыл. Екі жас бір-біріне деген сезімдерін бейнеролик арқылы жеткізуге тырысты. Мой родной, ты научил меня летать, ты научил меня смеяться. Я люблю тебя. Одно счастье на двоих. Одно дыхание на двоих. Одна жизнь на двоих. Іс-шара барысында жоба жеңімпаздары анықталды. Басты сыйлық үйлену тойын ұйымдастыру. Жоба ұйымдастырушылары мен демеушілері екі жастың тойын жасауда басынан аяғына дейін атсалысатын болады. Это время волшебства, и это было... Дайындық барысында өте қобалжыдық. Достарымыз көмектесті. Барлығына алғыс айтамыз. Бұл өте ерекше мереке болды. Қуанышымызда шек жоқ. «Время волшебства» бұл сайыс, мұнда жеңілгендер жоқ. Өйткені әрбір жұп өз махаббаттарын кездестірген. Жақында үйлену тойын өткізуге дайындық үстінде.